Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін сіздерге осы видеода қазір болып жатқан математика пәнінен кенгуру олимпиадасының 2 сыныптан 10 сынып аралығындағы осы олимпиаданың жауаптарын қайдан көруге болатынын түсіретін боламын. Ол үшін сіздер интернет арқылы сол сайтқа кіріп көре аласыздар, немесе осы видеоның астына мен сілтемесін қалдырып кететін боламын. Сіздер қазір мен көрсеткендей етіп интернетке кіріп, хромға немесе гуглға кіріп, мына мен көрсеткендей етіп жазсаңыздар болады. Міне, тура осылай етіп жазсаңыздар, сіздерде де сол сайт ашылады. Іздейміз. Міне, осындай бет шығады. Осы жерде мынау тұрған 3 сызыққа басамыз. Және осында сіздерде жазулар шығады. Осының мынау екінші тұрған науканың үстін басамыз. Басқаннан кейін осындай бет ашылады. Төмен қарай түсеміз. Міне, төмен қарай түскеннен кейін 5-6 сыныптың жауаптары 7, 8, 9, 10. Мына төменде тұрған дәлені бассаңыз, бастауыш сыныптың 2, 3, 4 сыныптар ашылады. Енді мен сіздерге кез келген біреуін ашып көрсетейін. Мысалы, 5 пен 6 ашып қарайық. Үстін басып кіресіздер. Төмен қарай түсеміз. Міне. Сұрағы астында қайсысы дұрыс жауабы. Осылай берілген. Барлық сұрақтың жауаптары бар. Осылай өзіңізге қажетті кез келген сыныпты ашып қарай аласыздар. Бұл 5 пен 6 еді. Енді біз бастауыш сыныпты ашып қарайық. Мына төменде тұрған дәлені басамыз келесі бетке өту үшін. Бұл жақта 2 сынып пен 3, 4 сыныптар бар. Міне, 2 сынып, мынау 3 пен 4. Енді 3 пен 4 ашып қарайық. Төмен қарай түсеміз. Бұл жерде де сұрағы және жауаптары. Міне, сұрағы берілген, астында дұрыс жауабы. Осылай барлық сыныпты, өзіңізге қажетті сыныпты ашып көре аласыздар. Егер осы каналға жазылмаған болсаңыздар, жазылып тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге қажетті ақпараттарды осы каналдан көре аласыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, тағы да қажетті ақпараттар қажет болып жатса, өздеріңіздің сұрақтарыңызды осы жерге видеоның астына қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Қажет болып жатса, видеоға түсіріп, осы арнаға салып отыратын боламын. Пайдаларыңызға жарап жатса, қуанамын.